Сәлеметсіздер ме әріптестер, мен сіздерге онлайн сабақтан кейін кері байланыс алудың бір әдісін ұсынамын. Ол үшін барлығына танымал Instagram әлеуметтік желісін қолданамыз. Оны Play Market'тен немесе App Store'дан жүктеп аласыздар. Жүктеп алғаннан кейін ол әлеуметтік желіге тіркеліп өздеріңізге парақша ашасыздар. Содан кейін ең төменгі жағында үйшікті басқаннан кейін жоғары жақта фотоаппарат белгісін басасыздар. Фотоаппарат белгісін басқаннан кейін создание дегенге басып, келесі соңғысына жылжытасыздар тест дегенге. Сұрақты өзгертесіздер. Мысалы, жаңа тақырыпты түсіндің бе? Варианттар я, жоқ, маған көмек қажет. Далее деген жоғары жақтағынан басасыздар. Ваша история дегенге басасыздар. Сол кезде ол жарияланады. Сіздің парақшаңызға оқушылар тіркеліп, сіздің кері байланысыңызға оқушылар жауап бергеннен кейін төменгі жақта просмотрына дегенді басасыз. Сол уақытта кері байланысқа я, жоқ, маған көмек қажет жауаптарын таңдаған оқушылардың санын және де әр оқушының қай жауапты таңдағанын көре аласыз. Сол арқылы оқушылардың жаңа тақырыпты түсінгенін, түсінбегендерін біле аласыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.